Дала әуендерінің ізімен. Музыкалық салон. Александр Викторович Затаевич 1869 жылы Орел облысы Болхов қаласында дүниеге келген. Қазақ СССР-ның халық артисі, этнограф, композитор. Александр Затаевич 1886 жылы Орел кадет корпусын бітірді. Содан кейін ол Полоцк қаласына жіберілді. Онда ол барлық бос уақытын музыканы оқуға және сақтауға жұмсады. 1896 жылы ол Затаевичтің пьесаларына қызығушылық танытып, олардың жарыққа шығуына үлес қосқан композитор Рахманиновпен кездесті. Рахманинов Затаевичке 6 музыкалық сәт атты фортепиано циклінде арнады. 1904-1915 жылдары Затаевич Варшавада қызмет етіп, музыкалық және қоғамдық қызметте белсенді болды. Ол Варшава күнделігі газетінің музыка сыншысы болды. Онда ол поляк, орыс және батыс еуропалық композиторлар мен орындаушылардың шығармашылығы туралы 1000-нан астам мақалалар мен шолулар жариялады. Сонымен қатар поляк фольклорының үлгілерін жазды. Варшава консерваториясы кеңесінің мүшесі. 1900